Достар, бұдан бұлай Қытайдың дәуірі бітті. 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап жай ғана жаңа Қытайдың автокөліктерін алу қиынға соғады. Қазір мен толықтай түсіндіріп айтып кетемін. Енді кез келген Қытайдың ішіндегі автокөліктерді 180 күннен кейін ғана экспортқа шығаруға рұқсат бермек. Бұл дегеніміз 6 ай. 6 айдан кейін ғана экспортный декларацияға ғана рұқсат беріледі. Ал жаңадан шыққан автокөліктерді шетелге экспортқа шығару мүмкін емес десек те болады. Себебі шетелде олардың қабылдайтын сервисі және де оларда қызмет көрсете аламыз деген құжаттары болу керек. Одан бөлек заводтың өзінің рұқсаты керек болады сол автокөліктерді шығаратын. Егер де осы құжаттардың біреуі болмайтын болса, жай ғана экспортный декларацияны бермей қояды. Ол дегеніміз автокөлікті шетелге шығармайды. Достар, Қытайдың талаптарды күшейту себептері көптеген компаниялар осы уақытқа дейін 5 пробега жаңа автокөліктерді пробегпен деп заңсыз құжаттар жасап экспортқа шығарып келген. Енді жергілікті әкімшілік барлығын тексеретін болады. Қандай автокөлік қай мемлекетке кетіп бара жатыр, олардың гарантиясы бар ма, жоқ па, құжаттары дұрыс па? Егер де осы заңды бұзған компаниялар болатын болса, оларды толықтай жауып тастайды. Ал енді басқа жағынан қарайтын болсақ, Қытайдың автокөліктеріне наразылықтар өршіп көбейіп келе жатыр. Сервис өте қиын, запчастьтар өте қымбат, және де қарапайым автосалондардың өздерінде гарантия түгіл прошивканың өзін жасай алмай жатыр. Сондықтан да Қытай енді оның барлығына мән бере бастады. Шетелге шыққан автокөліктердің барлығын өз бақылауында ұстаймыз деді. Ал енді біздегі алдағы өзгерістер Қытайдың жаңа автокөліктері азаяды. 6 айдан асқан бушин автокөліктерді кіргізе бастайды. Осы жылдың аяғында Қытай автокөліктері қымбаттайды. Егер де алдағы уақытта Қытай автокөліктерін аламын деген ой болатын болса, осының барлығын біліп жүріңіздер. Өздеріңіздің жақындарыңызға жіберіп, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.